Тау ешкі белгісіндегі жандарға апталық болжам. 20 наурыз бен 26 наурыз аралығында тау ешкілерде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейік. Тау ешкілері жақын адамдармен қарым-қатынасы, личный отношения, жеке өмірі, қаржы жағында қандай өзгерістер болады, жұмысында қандай өзгерістер, денсаулық бір аптаның көлемінде, эмоционалды жағдайы және де бір аптаға кеңес. Колесница, старший аркан. Жақындарыңызға қонаққа барып, қонақ шақырып, жол жүрумен байланысты бір істерді шешесіздер, жол жүресіздер, қыдырып бір-бірлеріңізге қонаққа барасыздар, жақын қарым-қатынас, жақын араласу көріп тұрмын. Яғни қарым-қатынаста уже продвижение бар. Бір-бірлеріңізге қонаққа барып, бірігіп, бірлесіп бір жерге жолға шығу деген сияқты бір аптаның көлемінде өзгерістер орын алатын болады. Сила, старший аркан, жеке өмір, личные отношения. Жеке өмірде қарым-қатынастың жақсы болғанын бір аптаның көлемінде қаласаңыз, барлық мәселені ақылға салып шешкен дұрыс. Себебі бұл уақытта эмоцияға беріліп ұрсысып ренжісетін болсаңыз, жаңағы қарым-қатынас ұзаққа дейін түсермеуі мүмкін. Ал барлық мәселені ашуға емес, ақылға салып шешетін болсаңыз, екінші жартыңыздың өзіңізге деген сыйласымдылығы, қарым-қатынасы, жақсы қарым-қатынас бір аптаның көлемінде сақталатын болады. Ал енді басы бос тау ешкілерім үшін жаңа қарым-қатынас, жаңа танысулар, кездесулер болуы мүмкін. Бірақ ары қарай қарым-қатынастың жақсы болуы өзіңіздің сыйласымдылығыңыздың, ақылдылығыңыздың арқасында болады. Келесі бізде шестерка пентаклей. Шестерка пентакль бұл қаржыға түсіп тұр. Енді пентакль өзі ақшаның картасы. Бұл шестерка пентакль бір ақшалай көмек болатындығын айтады. Ақшалай көмек алу, ақшалай сыйлық алу, яғни қаржылай поддержка. Бұл екінші жартыңыз, туған туысыңыз болуы мүмкін, жақындарыңыз болуы мүмкін, премия алуыңыз мүмкін, ойламаған жерден бір қарызыңыз қайтып келуі мүмкін, яғни ақшалы апта. Келесі бізде четверка жезл. Жұмысқа түсіп тұр. Четверка жезл бұл положительный карта. Стабильность, комфорт, жаңағы адамдармен бірлесіп жұмыс жасау түсіп тұр сізге. Жалғыз өзіңізден жұмыс жасағаннан қолыңыздан өңдімейді. Яғни адамдармен бірлесіп, коллективпен бірлесіп жұмыс жасаған кезде ғана жақсы болады. Және де коллективпен қыдыру, отырыстар ма, кездесулер болуы мүмкін бір аптаның көлемінде. Яғни өте положительный карта. Келесі бізде туз мечей. Туз мечей денсаулығыңыз нашарлап жүрсе, осы аптада наоборот иммунитет көтеріліп, денсаулық жақсарады. Яғни бір дәрі ішіп, немесе емделіп, өз ауруыңыздың жаңағы емін, жолын, жазылудың жолын табасыз деген сөз. Келесі десятка мечей. Десятка мечей бұл эмоциональный состояниеға түсіп тұр. Бұл қандай да бір жалғыз қалу, жаңағы, яғни жалғыз қалғыңыз келіп, бір депрессияға түсіп, адамның сөзін, адамның ойын көтере алмау, кішкене жаңағы эмоцияға беріліп, әр нәрсені ойлай беру, жаңағы, білмеймін, жаңағы өзіңізбен жақын ешкімнің қарым-қатынаста болғанын қаламау. Бұл енді алып бара жатқан ауырып жаңағы үлкен мәселе емес алып бара жатқан. Бұл тегі іштегі қорқыныш, уайым, депрессия. Себебі мече адамның ішкі қорқынышы, уайымы. Ал ондай алып бара жатқан ештеңе көріп тұрған жоқпын. Сондықтан басыңызды тік көтеріп, уайым қайғыға берілмеуге кеңес беремін. Бұл сіздің алдағы уақытта денсаулығыңызға кері әсерін беруі мүмкін, жұмысыңызға кері әсерін беруі мүмкін. Сондықтан уайымдап, жалғыздықта қалып жатып алатын уақыт емес.
Келесі четверка жезл. Четверка жезл бұл сізге бір аптаға кеңес. Бұл положительный карталардың бірі. Четверка, кешіріңіздер, четверка пентакль екен. Бұл положительный карталардың бірі, четверкалардың барлығы. Бірақ та сізге берілетін кеңес. Қаржылай бір жерге инвестиция салу, қаржылай сыйлық жасау дегеннен жаңағы қалай айтсам, жабылып қалмаңыз. Ақшаңыз бар ма, жақындарыңызға сыйлық жасап қуантыңыз. Ақшаңыз бар ма, депозитке салыңыз. Себебі қалтаға басып отырғаннан сізге пайда жоқ. Жаңағы қолыңыз ашық болсын, көмектесіңіз. Бұл жақсылығыңыз ешқашан ұмытылмайды және ол өзіңізге қайтып келеді. Яғни бұл бір аптаның берер кеңесі. Жаңа собственница болып көрінген нәрсені қызғанудан абай болыңыз бұл апта. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен жүздескенше лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Суығыш белгісіндегі жандарға бір аптаға болжам 20 наурыз бен 26 наурыз аралығында суығыштарымда қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатынын көрейін. Жақын адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз бір аптаның көлемінде, жеке өмір, яғни личные отношения, қаржы жағы, жұмыс, келесі бізде денсаулық, эмоционалды жағдайыңыз және де бір аптаға кеңес. Четверка жезл. Бұл жақындарыңызбен өте жақсы қарым-қатынаста боласыздар. Бұл өте положительный карта. Отбасыңызбен, жақындарыңызбен өте мықты қарым-қатынас, қыдыру, қонаққа бару, жиналу, тойлау сияқты бір аптаның көлемінде жақсы қарым-қатынастар көріп тұрмын. Паж жезлов, личный отношение. Екінші жартыңыз болса, екінші жартыңызбен бірігіп, бір мәселелерді шешесіздер, жолға шығасыздар, қонаққа барасыздар, қыдырасыздар. Яғни нақты бір мәселелерді ақылдасып шешетін боласыздар. Өте жақсы қарым-қатынас, ер азаматыңыздың тарапынан түседі бұл предложение. Ал кейбір ер азаматтар екінші жартыларын кездестіру мүмкін, жаңа таныстықтар, жаңа кездесулер болуы мүмкін, отбасын құрмаған ер азаматтар үшін. Влюбленный старший аркан қаржыға түсіп тұр. Ақшалай табыс жақсы болады бұл аптаның көлемінде, бірақ та адамдармен бірігіп жұмыс жасаған кезде түседі, немесе екінші жартыңыздан қаржылай поддержка болады. Егер отбасылы болсаңыздар. Ал отбасылы болмасаңыздар, бұл партнеріңіз болуы мүмкін, не болмаса басшылықтың тарапынан болатын премия болуы мүмкін, не болмаса бұрыннан жаңағы бір қарыз адам қарызыңызды алып келіп беруі мүмкін. Король чаш, жұмыс жағынан бір дәрежеңіздің өсетін уақыты. Дәреже болғанда да бұл жерде повышение емес, жаңағы бір жасаған еңбегіңіз бағаланып, дәрежеңіз көтеріліп, премиямен мадақталып, немесе мадақтамалар алып деген сияқты бір дәрежеңіз өсуі мүмкін. Немесе кейбір суығыштарым үшін жолы болып жұмыстан, жаңа жұмысқа орналасып, жұмыстан өсу, жаңа повышение, яғни сондай өзгерістер орын алады. Жаңағы бір қуанышты және де ұжыммен жиналып отырыс, кездесулер көріп тұрмын. Ұжыммен болуы мүмкін, жаңағы басшылық тарапынан болуы мүмкін. Келесі, рыцарь мечей, денсаулық жағына аса мән беріңіздер. Денсаулықтарыңыз бұл аптада бір күрт тез өзгереді. Иммунитет жақсы болып, ауырып тұрмаған, өзіңізді толыққанды жақсы сезінгенмен жаңағы бірден кішкене суық тигізіп алсаңыз, бірден ауырып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан денсаулықтың тез әрі күрт өзгеруін байқап тұрмын. Сондықтан денсаулыққа аса мән бергендеріңіз жөн. Келесі, восьмерка жезл, восьмерка чаш, бұл эмоционалды жағдайыңыз. Бұл карта ухода, бір отношениядан кету,
расставание немесе көшіп қонумен байланысты бір эмоцияға беріліп, өзіңізге қиын болуы мүмкін. Мысалы, бұрынғы жұмысыңыздан ауысып, повышениеға кетуіңіз мүмкін. Бұрынғы коллективіңіз, яғни ұжымыңыз, адамдарыңызды қимауыңыз мүмкін. Яғни, бұл қаншалықты қиын болса да, сіз артқа қарай жүрмей, тек алдыға жүруіңіз керек. Немесе кейбір суғыштар үшін сөйлесіп жүрген адаммен қарым-қатынастың үзілуі, яғни өзіңізге бауыр басып қалдыңыз ол адамға, өзіңізге қиын болса да, бірақ та ол адаммен сіз алдағы уақытта да сөйлескенмен, қарым-қатынасты жалғастырғанмен сіздерде ешқандай болашақ жоқ. Сондықтан қарым-қатынасты үзуге тура келуі мүмкін. Сондықтан жаңағы кішкене эмоционалды жағынан қиындау болуы мүмкін, бірақ болашақта бұл қаншалықты қиын болса да, болашақта үлкен жақсы жаққа қарай нәтиже беретін болады. Императрица, старший аркан. Бұл бір аптаның көлемінде кеңес. Біріншіден, денсаулық жағына жаңағы кейбір нәзік жандылар үшін сәбилі болуға, көтеруге өте жақсы апта. Жаңа кездесу, отбасын құруға кейбір сүйғыштарым үшін жақсы уақыт. Және де бағалы сыйлық алу, бағалы сыйлық беру жаңағы мүмкіндіктер туады. Бұл апта жаңағы өзіңізді жақсы жағынан көрсетуге қорықпаңыз. Жарқырап, жайнап жүріңіздер. Бұл апта сіздердің апталарыңыз дегім келеді. Өте бір керемет, махаббатқа толы, жақсы қарым-қатынас, қай жақтан болмасын сіздерге қолдау өте жақсы болады. Сондықтан өз махаббаттарыңызды, сезімдеріңізді білдіруге қорықпауға кеңес беремін. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен жүздескенше лайк басып, комментарий жазып, каналымды салып отырған видеоларымды бағалап қоюларыңызды сұраймын. Балықтар белгісіндегі жандарға апталық болжам 20 наурыз бен 26 наурыз аралығын қамтитын боламыз. Бір аптаның көлемінде қандай өзгерістер, қандай жаңалықтар болатындығын көрейік. Балықтардың бір аптаның көлемінде жақын адамдармен қарым-қатынасы, жеке өмірі, яғни личное отношение, қаржы жағында қандай өзгерістер болады, жұмысы, денсаулық, эмоционалды жағдайы, және де кеңес аптаға. Пятерка чаш. Бұл жақын адамдарыңызбен қарым-қатынастарыңыз. Пятерка чаш бұл кішкене ренжісу, не болмаса, бұл жерде бір жақындарыңызбен жақын қарым-қатынасқа түскілеріңіздің келмеуі. Яғни бір жалғыздықта қалып, бір ойланып, бір нақты шешім қабылдағыларыңыз келіп, болады ғой адам жабылу адамның, бір сөзбен айтқанда, жабылып, ешкімге ештеңке айтқысы келмей, іште сақтап, жаңағы өмірін өзгерткісі келмейді, болмаса ішіндегі сырын ешкімге айтқысы келмей жабылу. Бұл уақытта жаңағы сізге берер кеңесім, енді сіздерге берер. Басыңызды тік көтеріп, өмірдің жаңағы өзгеріп жатқан жағына қарай жүру керек. Себебі ол өзгеріс бәрібірде алдағы уақытта, қазір болмаса да алдағы уақытта болуы мүмкін. Сондықтан кез келген ситуациядан шығатын жол таба білген дұрыс. Жақындарыңыз ол сіздің жанашыр жандарыңыз. Сондықтан ол кісілерден алыстамай, мүмкіндігінше жақындап, ішкі сырларыңызды айтып, ақыл кеңесін алуға кеңес беремін. Келесі, двойка чаш. Екінші жартыңыз болса, отбасылы болсаңыз, екінші жартыңыздан поддержка өте жақсы. Сондықтан бұл апта отбасыңызға, екінші жартыңызға көбірек уақыт бөліп, көңіл бөліп, кейбір балықтарым екінші жартысын кездесу, свидание, яғни не болмаса отбасын құрғылары да мүмкін. Екінші жартыңызбен қарым-қатынас дұрыс болмай жүрсе де, осы аптаның көлемінде татуласып, қарым-қатынастарыңыз жақсарады.
Тройка мечи. Тройка мечи бұл қаржыға түсіп тұр. Бұл өзі ауыр карталардың бірі. Қаржыға байланысты бір нәрселерді көп уайымдайсыз. Енді іштей қорқыныш бар. Қарыз, кредит бекен, жаңағы бұл ақшадан басқа бұл аптада бір ештеңені ойламауыңыз да мүмкін, бір сөзбен айтқанда. Ақша. Не себепті? Себебі қарыз, кредитін төлеу керек, ақшаны жеткізе алмау. Сол себепті қаржыны көп ойлау. Қарыздарды, кредиттерді беру керек, или болмаса қандай да бір алдағы уақытта жаңағы бір істің, бір жұмыстың ақшасын беру керек деген сияқты ақшаны көп ойлап, уайымдау. Қатты жүрегіңізге алу. Қаржыға байланысты мәселелер шешіледі. Яғни ақша келіп жатады, келмейді емес, бірақ та соның өзі сізге жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан көп ойлап, уайымдай бермеңіз. Бұл мәселе шешіледі қаржыға байланысты. Паш-жаш жұмыс жағынан айтарым, жұмысыңыз жүреді. Жұмысқа байланысты жаңа ұсыныстар, жаңа жаңалықтар алуыңыз мүмкін. Жұмыс жағынан енді ешқандай негативный карта емес, өте бір жақсы карта. Кейбір балықтарым жаңа жұмысқа орналасып, жаңа ұсыныстар да алуы мүмкін. Императрица, старший аркан, денсаулық жағынан кейбір нәзік жандылар үшін өте жақсы уақыт, сәбилі болуға, береміз пландауға, иммунитеттің көтеріліп, бір сөзбен айтқан денсаулықтың жақсаратын уақыты. Физически өзіңізді толыққанды жақсы сезінетін уақыт. Луна, старший аркан, эмоциональный состояние, біреумен ұрсысып ренжісуіңіз мүмкін. Яғни бұл эмоцияға беріліп, ренжісіп, ашу, ызаға булығуыңыз мүмкін. Кішкене эмоцияға аса мән беріп, эмоцияңызды іште сақтай білуге де тырысқаныңыз үшін. Себебі бұл эмоционалды өзіңізді шаршатады, көңіл күйіңізді бұздырады. Шестерка чаш, бір бала кездегі арманыңыз орындалады. Жаңағы бұл арманыңызды орындау үшін жақындарыңыздың көмегі болады. Сондықтан жақындарыңыздың тарапынан түсетін ұсыныстарға, көмекке, қол ұшын созып жатса, әрине алуға тырысқаныңыз үшін. Не болмаса жақындарыңыздың тарапынан көмек сұрауы мүмкін сізден. Бір жұмысымды жасап берші деген сияқты. Сондықтан бұл апта сіз үшін жаңағы жақындарыңызбен көбірек уақыт өткізетін уақыт. Сондықтан мүмкіндігінше жақындарыңызға көбірек уақыт бөлгеніңіз жөн. Және де шестерка кубков бұл бір өткенмен байланысты, прошлыймен байланысты. Душевный отношения, балаларыңыз, ұмытылған бір армандардың орындалуы. Сондықтан мүмкін ұмытып та алған шығарсыз ол арманыңызды, бірақ есіңізге түсіріп көріңіз. Бір армандардың орындалатын уақыты. Жаңағы бұл карта енді арманыңыздың орындалуына мүмкіндік беріңіз. Өзіңізді бос ұстаңыз, жеңіл ұстаңыз. Жақындарыңызбен жақсы, тығыз қарым-қатынаста болуға кеңес береді. Осымен апталық болжамдарыңыз аяқталды. Келесі аптада аман есен жүздескенше каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, энергия алмасып отырыңыздар.